Қайырлы күн, құрметті жерлестер, ауылдастар. Бүгін бізде Темір подкаст жобасының кезекті санында жерлесіміз, өзіміздің ауылдасымыз, тәуелдіктен бүгінде тәуелсіз болып отқан жаңғыру 16 орталығының консультант-аддиктологы Қажауов Қобдабай Нұрмағанбетұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі кезекті санымызға, ауылымызға атпасын біріп келіп жатса, арнайлап мана түске дейін жас буын өкілдерімен, өзінің замандастарымен үлкен бір шара болған болатын. Жалпы алдымен сол шара жөнінде қалай өтті шара? Ойдағыдай өтті ме? Өзінің ауылға келіп, осындай үлкен бір арқана жүк түсіп, ауылға келгендегі сезім қандай болды? Содан бастасақ. Рахмет. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Барша көрермендер, бүгін ауылға келген кезде, жаңа сен алдынан бері айтқан кезде менде страхтары болды, неше түрлі тревога, неше түрлі үрейлер болды менде. Қалай болады екен, ауылыма барам. Бірақ бір жағынан ауылдың жастарына жаным ашып, өзімді қамшыладым. Келіп, выступать еткен кезде, сахнаға шыққан кезде менің көзіме жас келіп, жаңа өзім видеомды қойып қойған екенсің ең бірінші. Сол видеомды көрген кезде көзіме жас келіп, жылағым келді шынайы. Бірақ әрине халықтың алдына шығып алып жылаған болмас деп өзімді жинақтап, сол жерде жақсы сұхбат болды. Ол сезімдерді айтып жеткізе алмаймын әрине. Бірақ барлығына жақсы ақпарат толық жеткіздім деген ойдамын. Барлығы риза болып, кейбір адамдар, керекті адамдар телефон номерін алып хабарласамыз деп, қайтадан шақырамыз деп жақсы сезімдерде қалды. Барлығына жеткілікті ақпарат айттым деген ойдамын. Рахмет. Жаңа айтты енді осыдан бірден айта кетейік. Жылағым келді дедің ғой енді. Жылаған сәттерім болды ма осы жағдаяттардың басынан өткен уақыттарда жылап енді? Әрине өте көп болды жылаған сәттерім. Бірақ мен оны емделген барысында әрине өзімді зерттедім ғой енді. Осы өз-өзіңді зерттеп, осы тәуелділіктен шығасында сол заданиялар жазған кезде әрине мен уақытша шынайы ниетте жыламаған екем. Егерде мен сол сәтте шынайы ниетте жылап, шынайы ниетте істейт винаға отырсам, ұят кінә сезімдеріне отырсам, мен сол кезде қойып кетер ме едім да, осы тәуелділікті. Бірақ уақытша жаңағыдай үйдегілердің алдында болды қойдым, соңғы рет неше түрлі манипуляция дейді біздің программа тілінде, сондай неше түрлі манипуляция жасап, сол сәттен шығып кеткенге дейін өз-өзімді алдап жүрген екенмін да. Бірақ әрине кейбір ауыр ситуациялар болды, шынайы ниетте қойғым келіп жылағанда, даже дұға тілеп, мешіттерге барып жылап отырып, сөйтіп дұға тілеп отырып, шынайы ниетте жылаған кездерім болды, бірақ ең соңында мен тәуелділік жеңіп кетті да. Енді жалпы тәуелдіктен тәуелсіз болғандағы сезім қандай? Енді арқаннан бір жүк түскендей болып жеңілдедім бе? Рахмет сұрағыңызға. Ол сезімді де айтып жеткізе алмаймын енді бар ғой, шын мойнымнан бір жүк түскендей болды, жаңа өзің айтқандай. Барлық свобода, любой адам бетіне тіке қарай аламын. Оған дейін мен ойында жүрген кезде әке шешеме, басқа адамдар емес, әке шешемен бір дастарханда отырып тамаша алмадым да мен. Қазір әйтеуір Аллаға шүкір, емделіп шыққаннан кейін любой адамға қарыз болсам да, барлығына бетіне тіке қарап, мен игроман екенімді мойындаймын да. Егерде ең бірінші адам өзін игроман ретінде мойындаса, ары қарай шақ басу оңай болады деп ойлаймын да. Мен өзімді тәуелді ретінде мойындадым, қабылдадым. Барлық адамның алдында басымды көтеріп жүре аламын да. Ал бұрын тәуелдікте жүрген кезде, ойын ойнап жүрген кезде мен отырыстарда, жиындарда, болмаса достарыммен, жұмыстастарыммен вообще әңгіме айта алмайтын едім. Өйткені мен артым ласты. Как будто мен игроман, болмаса сен қарзың бар деп айтып қалатын сияқты. Страхпен жүремін, тревогамен постоянно. Қай жерде мен қарзым келіп қалады, қай жерде мен ұстап алады, қай жерде мен сындырып кетеді деген сияқты да. Сондай тревогалармен жүрдім. Қазір айтшы Аллаға шүкір, барлығына мойындадым, барлық қарыз адамдарының алдынан өтіп, действительно сен айтқандай мойнымнан бір ауыр жүк түскендей болды да. Қазір спокойно, ұйқым тыныш, әке шешем қасында ойнап күліп, қайғыға да ортақтаса аламын, қуанышқа да бөлісе аламын деген сияқты сезімдерім обратно жібіп орнына келді қазіргі таңда. Рахмет. Жалпы енді қалай басталды тәуелділік? Алғашқы осы ойынға қойған тігісін біреу айтты ма, қызығушы қалай жалпы есінде ме, сол қай уақыттарда басталған? Әрине есімде. Ең бірінші мен ойнаған кезім
Жаңақорған қаласында жарысқа барған кезде өзім еркін күреспен айналыстым. Жаңақорғанда сельский Қазақстан деген болатын. Сол жарысқа барған кезде біздің жатқан жердің жатақхананың қасында магазин болатын. Сол магазинде бір үлкен кісі терминалға жаңа маймылдар неше түрлі нәрселерге ақша салып ақша атып тұрған көрдім да. Менде неге көрмеске деген сияқты ой келді. Сол кезде 500 теңге салып, әлі есімде 8200 теңге ұтқанмын да. Ол сезім сол кезден бастап маған ой қалыптасты да, осылай да ақша табуға болады екен ғой деген сияқты. Сөйтіп одан кейін енді интернатта оқимын ол кезде. Одан кейін мен тәуелділік деп ол кезде білмеймін ғой енді ол кезде. Сөйтіп интернатқа келіп жабық жерде әрине ойнайтын мүмкіндік жоқ. Онда есіме де алмаймын. Тренировкамды жасап жүрдім. Одан кейін Алматы қаласына Академия спорт туризмге бірінші курс студенті болып түстім. Балмұздақ дейді ғой былайша айтқан кезде. Сол жаққа түскен кезде қасымда общагіде балдар көрсетті маған. Балдар көрсетті деген кезде қолына өте қомақты 500 000 сума келіп көрсетіп тұр маған. Ондай мен ауылдан барған адаммын, ондай ақша көрмегем. Бұны қайдан алдың дегенсе, жүр кеттік, мен саған бір жерді көрсетем, осындай жер бар деп маған көрсеткенді. Мен барып, одан кейін ол қасымдағы достарымнан бөлектеніп, мен уже анаяқта алған ләззат сезімдерімді, басқа сезімдерді еш жерден оған дейін алған жоқпын да, мен жылулықты. Сол жақта мысалы барсам, ағай сіз деп сөйлейді, маған жылы сөйлейді. Оған дейін мен ондай жылулық көрмегенмін да. Сол жақ маған ұнады. Ол балдардан бөлініп өзім ойнап бастадым. Бірінші лотодан ойнап бастадым. Одан кейін ең соңында осы тәуелділікте активно ойнап жүріп, ең соңында казино ойнап кеттім. Алматыда Қапшағайда казино ойнап кеттім. Ең соңында біраз қомақ-сумақ қарыздарға кіріп, енді дно дейді ғой, адам түбіне жетіп, ең соңында әкем осындай жерде ұсынды емделуге. Қазіргі таңда жүр емделіп, сол емделу оңалту орталығында консультант аддиктолог маманы болып жұмыс жасаймын. Сонда алғашқы тігістерін, яғни мектеп қабырғасынан бастап кетіп тұр ғой, қателеспесем. Мектеп 2014 жылы мен қателеспесем Жаңақорған қаласында сол жерде ойнадым. Оқушы кезден. Сосын мысалы жаңа қаншалықты мысалы арасына енді студентсің, былай келгенде қалтаңда жөнде қаражат жоқ, күн салып ойнадың ба, ай салып ойнадың ба, ақшаны қайдан таптың деген мәселе ғой енді студент. Бастапқы кезінде менде өзімде андай контрольдар болды, әрине. Бірден ойнап кеткен жоқпын. Аптасына бір рет ойнаймын, воскресенье, суббота демалыста сабағыма барып жүремін, күресіме барып жүремін. Одан кейін тұрақталған кезде менде әрине ақша болған жоқ ол кезде. Тек стипендия түседі. Одан кейін тоже общагіде балдар жылдам ақша деген нәрсені көрсетті маған. Сол жылдам ақша адам 18-ге толғаннан кейін бірден бере беретін нәрсе екен, ол да отказ жоқ. Сол нәрселерді алып, жылдам ақшаны біреуін алдым, екеуін алдым, сөйтіп 5-6-ына келген кезде мен үйдегілерге айтуға қорықтым уже. Мен үйдегілер айтсам жаңағыдай, как будто мен әке-шешем ұрып өлтіртпейтін сияқты да. Сондай сезімдерде жүрдім, айта алмаймын, қашып, тиіп қашып жүрдім. Ең соңында қарыз алып бастадым, жаңағыдай общагіде балдардың, қыздардың ноутбуктерін өтірік алдап сұрап аламын, залогқа қоямын, ломбардқа барып. Олардың кейбірде ұтқан моменттер болды, соны апарып сенімдеріне сөйтіп кіріп жүрдім да. Жаңағыдай зайымдарым жауам, үйдегілерге айтпай, ең соңында сол бірінші курстың аяғында әке-шешем білді да мен ойнайтынымды. Бірінші курстың аяғында уже білді. Әке-шешем білді. Неше түрлі емделмегенге дейін неше түрлі іс-шаралар қолданды. Қазақ емге апарды, жаңағыдай жын шығару, неше түрлі нәрселерге апарды, бірақ бұл әрине тәуелділік, ондай нәрселерден жойылмайтынына көзім жетті да. Тек адамға жаңағыдай изоляция, жабық жер керек екеніне. Содан кейін емделу оңалту орталығына апарды. Енді іс-шаралар барлығы таусылды. Кейбір балшыларға апарды, бұл балаға көз тиген, неше түрлі сөздер айтқанда солай. Мен ол кезде әке-шешеме айтатын едім да, мен бұндай нәрселерге сенбеймін деп. Бірақ мен үйдегі анам жылап атады, әкем жылап атады, солардың көңілі үшін баратын едім да. Мен деп по-любому окошқа қалады. Ертең мынаған барғаннан кейін қайтып ойнаймын деген сияқты да. Менің жаман ойым, негативный адам жаман ойы, менің өзім жаман ойым мықты мазалайтын болды солай. Еще адам өзім ущербный состояниеге түсем, басқа біреулермен салыстырам, ақша жетпейді деп өз-өзімді төмен түсірем да, соны ақша жоқ деп алдыға қарай ойнай берем да. Соны бір не қылып аламын өзіме. Қалай айтсам екен? Триггер дейді ғой, мысалы. Сондай нәрсе қылып аламын да, ақша жоқ, қарыз қайтару керек, қарыз жабу керек деген сияқты қайта-қайта ойнай берем.
сөйтіп ең соңында барлық қарызға кіріп барлығы біткеннен кейін барып көзім жетті да, емделу оңалту орталығына барғанда да мен сенген жоқпын оларға. Одан кейін жаңағыдай процесске барып, содан кейін көзім жетті. Ояқта да жүрген кезде бір ай отрицательде жүрдім, қарсыласып, қабылдамай, мыналарың көмектеспейді деген сияқты. Содан кейін задание тапсыру арқылы өз-өзімді көріп бастадым. Әрине қасымдағы емделушілердің барлығы сондай бір-бір днодан, бір-бір қарыздан, неше түрлі ауыр ситуацияларға келіп, өздерінің историяларын айтқан кезде мен өзімді көргендей болдым да, зеркальт етті да. Сөйтіп емделіп шықтым. Қазір Аллаға шүкір, 1 жылдың үстінде тазалық. Мысалы, жаңа айтып отырсың ғой, адамдардың сен сеніміне кіре білдің да, былай көбіне айтады, кішігірім психолог болады дейді ғой, сол қаншалықты мысалы бәріміздің басымыздан өтті, білмейміз ғой, енді кәдімгідей ақшаны қалай беріп қойған білмейсің, былай келген адамдар, сол кәдімгідей сеніміне кіру да оңай емес қой, былай келген адам, сол қалыптаса ма, сонда үйреніп, анадан бір сұрап, мынадан бір сұрап, сеніміне кіріп деген сияқты. Кішігірім психолог қой, былай келгенде. Иә, ол мен де өзім емделіп аққан кезде, өз-өзімді көріп бастаған кезде өз-өзіме таңғалғанмын да. Адам жасамайтын, на самом деле ден дұрыс адамдар жасамайтын қылықтар жасағам да. Мен последствияны біліп тұрсам да жасағамын. Мысалы, осы тәуелдіктің концовкасы, последствиясы түрме, больница и смерть дейді ғой. Мен оны сотталып кететінін біліп тұрсам да жасадым да оны. Ол адамда тәуелдік көзін соқыр, құлағын естітпей тастайды екен да. Сол кезде мен енді ең басында алдап бастаған кезімде, ол кезде менде сенім болды, жаңағыдай қасымдағылар, достарым сенеді маған. Бірінші олардың өзіммен енді игромандардың схемасы деймін ба, қалай айтайын. Бірінші аз көлемде ақша аламын, мысалы 20-30 мың аламын да, ойыннан ұтып, оған 30-35 мың қылып обратно қайтарып беремін жаңағыдай. Рахмет досым деген сияқты. Оның сеніміне кіремін. Жайлап сөйтіп алып қайтарып жүремін да, ең соңында крупный ақша аламын да уже крупный ақша алып ұтылып қалғаннан кейін мен оны қайтара алмаймын. Солай адамдар алданып қалады да. Ең басында әрине бірден мен сенен мысалы да бірден көп сума сұрасам сен күдіктенесің ғой. Солай ең бірінші жай бір 2-3 мың теңгеден 5 мың теңгеден бастайды да. Жаңағыдай сеніміне кіріп, родной осындай жетпей тұр. Өтірікті шындай қылып айтқан адаммын да мен. Осы тәуелділік сондай неге дерт дейді ғой, енді ауруға шалдықтырды да мені. Сондай өтірікті шындай қылып үйдегі даже әке шешемді ауыртып тастай салам аяқ асты. Болмайтын нәрсе, көшеде тұрған машиналарды видеоға түсіре салам, аварияға шығып қалдым деп. Өтірік біреудің диагнозын аламын да, фотоға түсіріп ауырып жатырмын деп неше түрлі нәрселерге барам да. Лишь бы ойнасам болды. Бірақ ол ойынды, мен ойында жүрген нені, адамда дофамин деген гормон бар ғой, мысалы да, дофаминді еш нәрсе көтере алмайды. Ойында жүрген мысалы тәуелсіз адамдар бар ғой, енді тәуелдемес адамдар дофамин, мысалы прогулка болмаса спортпен көтеретін болса, маған ондай нәрсе қызық емес та. Ол жасанды дофаминді қаладым да мен сол кезде жүрген кезде. Бірден уже пигіне жетеді да маған. Ана ұтқан сезімді айтып жеткізе алмаймын мен да. Уже сол кезде мен ақ көңіл болып кетемін. Өзімді король сезінемін да, сол бітпейтін ақшасы сияқты да. Бәрін шашам жаңағыдай. Ойым богатый мышление, неше түрлі нәрселерді ойлаймын. Сол ақша бітпейтін сияқты жүре беремін да. Ал на самом деле барлық ол бәрі өтірік нәрсе екен, оказывается да. Өзім көзімнің соған жетті да. Яғни ақша қалай келді, солай кетеді деген келіп тұр ғой. Жеңіл ақша қалай келді, солай кетеді ғой. Бәрі қолда ұстап тұра алмайды. Ақылмен ойнаудың өзі ол ақылсыздық. Мысалы біреулер айтады ғой, мысалы 100 мың тіктім, қайттан 200 мың көтеріп алдым, 100 мың ұстап отырамын дейді. Ондай нәрсе жоқ, бәрі түнде. Жоқ. Ондай бәрібір ақылға несие алмай қалады, адам өз-өзіне игере алмай қалады. Мен де айтып өтейін, енді менде өз басында әрине адамда контроль возможен деген болады, ол бірден жойылып кетпейді, ол мені сыйлап ойлаймын. Басында контроль болады, жаңағыдай ұтқан ақшамды бөлек жинаймын деген сияқты. Бірақ түбі по-любому салады да оны. Түбі барлығын салдым да мен. Мысалы, крупный выигрыш ұтқан кездерімді де соны алып, обратно 2-3 күн ішінде одан 2 есе, 3 есе сумаға да кіріп кеткен кездерім болды да. Сол нәрсені жаңағыдай осындай ақша кішкентай ақшамен, мысалы 10 мың теңге мен 100 мың теңге ұттым деген сияқты адамның ұтқан эйфорический память деген болады. Сол нәрсе адамның ойында резко қалып қояды да. Әлі күнге дейін мен есіме түсетін кездер болады, крупный выигрыш ұтқан кездер. Сол нәрсе ойынға қайтып итермелеп тартып тұрады да.
алдында былайша айтқан кезде иллюзия ғой, қиялдаймын мысалы да, алдында 10 мың теңгемен барып 100 мың теңге ұтып алдым ғой деп. На самом деле бүгін барсам мен ол шыға ма, кім кепілді? Сол үшін адам обратно сол не тартып тұрады да. Сол цикл қайталана береді адам. Айналып жүре береді дейсің ғой. Мысалы жаңа адам сеніміне кіру бар, басқа да былай бір нәрсені ойластыру бар. Сол қабілеттерді басқа жағынан дамытса, егер осы кісілер деген басқа жағынан дамып кетуі де мүмкін. Мысалы адам сеніміне кіру да оңай емес қой, былай енді ол да үлкен жаңағыдай бір нәрселерді ойлап табу деген сияқты. Мысалы мынау бүйтіп қалды, сөйтіп қалды деп жаңағыдай құрастыру. Былай келгенде осыны жақсы жағынан дамытса, егер енді білмеймін, адам сеніміне кіру да оңай нәрсе емес қой былай келгенде. Енді жалпы алғашқы есінде қалған қомақты ұтылысын қай уақытта ұтылысын емес ұтылысын? Ұтылысым алғашқы, енді ең алғашқы бірінші курста бастадым ғой. Бірінші курста жүрген кезде 3 миллион теңге ұтылдым. Жаңағыдай. Сол кезде енді әке-шешем білді ғой, ойнайтынымды. Бауырларым, қасымдағы ең бірінші апам, Алматыда бірге оқыған, қасымда болған апам білді. Сол кезде ең бірінші 3 миллион ұтылдым. Ол кезде келіп апама айттым. Оған дейін апам маған спасатель болды. Мені құтқарушы. Неге десең, оған дейін мені оқуға түсірген кезде әкеме сөз беріп, мен ответственный боламын деп, мені Алматыға алып кеткен болатын да. Әкем негізі жібергісі келген жоқ мені. Сөйтіп алып кетіп, оның алдында аз суммаларды ойнаймын, үйге бармай жүремін. Сөйтіп жүрген кезде апам білет, апам айтпайды да, ең соңғы крупный ұтып, уже қарызға кіріп, 3 миллионнан астам қарызға кіргеннен кейін апам барлығын болды деді, мен сені құтқармаймын, бүйтіп жүре беретін болсам, мен арман мақсаттарым орындалмайды, әке-шешеме айтам деп сол кезде айтты. Сол кезде болатын 3 миллион қомақ сумма, енді 600 мың теңгеден 5 адамнан алғам сол кезде. Жаңағыдай Каспий рассрочкеден осындай бонус беріп жатыр деген сияқты, жаңа айтқандай өтірікті шындай қылып айтыпты. Сол кезде оның алдында енді бірден олар маған бермейді ғой, әрине сенбейді. Біріншісінде бір балаға, жаңағыдай общагіде бір балаға айтам, осындай бонус беріп жатыр деймін да, 600 мың теңгесін алып ойнап, обратно 5% деп оған сеніміне кіремін да. 5% менде ИП-да бонус бар деген сияқты 600 мыңды шешіп алып, бір 500 бір нәрсем қолыма түседі, сонымен барып ойнап, сол 600 мыңды обратно берем. Сол кезде 700 бір нәрсе ұтқамын, сөйтіп сеніміне кіремін да, ол қасындағы дос балдарын сөйтіп айтады, осындай хоп, давай бонус беріп жатыр екен, жаңағыдай 600 мың шештім, тым процентсіз шешіп берді деген сияқты. Сол ақшаны бергеннен кейін маған адамдар өздері жақындады. Жаңа дос балам айтқан ғой, енді осындай процент деп. Сөйтіп 5, қателеспесем 5 па 6 ма адамды алдап, сөйтіп сол кезде қомақ ақшаға ұтылғаным бар. Кішігірім мошенниктік қой былайша айтқанда. Айырмашылығы бар ба жоқ па мошенничествомен? Айырмашылығы жоқ, әрине мен де алаяқ болдым деп те мойындаймын. Мошенничествомен тоже іс қозғалған кездер болды. Одан үйдегілер әрине құтқарып алды. Ол таза мошенничество ғой тұрған. Мен дейсің ғой. Бәрінде жүре беретін жаңа бір схема болып тұрам. Мысалы, өзімізден де өтті, кредит алып бере ғой, төлеп отырам деген, ондай да болған шығар енді кредит жаңағыдай. Болды әрине, ондай ситуациялар өте көп болды. Әлі күнге дейін кредитін төлеп отқан дос балаларым бар. Бірақ мен оларға емделіп шыққаннан кейін айттым да, енді кредиттеріңді өздерің жаптыңдар ғой, мен қарызбын сендерге, обратно қалай да қайтарам. Осы өмірден озғанша деп ше. Әйтеуір барлығы түсініп, олар да түсінді да, мен уже жаңағыдай адасып, енді сынақ қой, көтере алатын сынақ береді, Алла тағала, сол әйтеуір сөйтіп сынақ тап болғаннан кейін олар да түсінді да, мен уже неме кіріп, состояниеме кіріп, үйдегілер білет, жаңағыдай үйдегілерге қайта келген, мысалы да, қарыз сұрап, қаншама адам мені іздеп жүр деген сияқты. Әйтеуір сөйтіп түсініп, қазіргі таңда 5-10 мың теңгеден болса да аймай қайтарып беріп отырмын оларға. Құтылып дейсің онда жайлап. Енді осы ненің әдеттің кесірінен бір жақындарымен алшақтап кеткен адамдар бар, бүгін таңда мүлде алдараспайтын деген сияқты. Әрине бар. Достарым деген сияқты. Достарым. Қанша дос жоғалттың осы? Енді менде дос көп болды. Жаңағыдай өзім енді спортсмен болғасын, айналам барлық қалаларда достарым болды, күресіп жүрген. Жан достарым болды. Қазіргі таңда
достарым вообще жоқ деп те айта аламын. Бір досым бар енді әлі күнге дейін араласатын. Сол досыммен араласам, қалған достарым барлығы алшақтап кетті. Даже менің өзімнің туған ағам теріс айналып кеткісі келді менен. Бірақ мен емделіп келгеннен кейін обратно бұрды. Оған дейін маған араласпаймын деді. Басында жаны ашыды, жаңағыда одан таяқта жедім. Бірақ ол ең соңында айтты да, саған таяқта батпайды, ұрғанда батпайды, сен бұл жолдан емделмейсің, осылай өтесің деген уже сенімді жоғалтып тастадым да мен. Күдерін үзді менен. Бірақ бауыры болғасын енді емделуге жаңағыдай көмектесті ғой. Бірақ оған дейін сәлемін де алмайтын халге де жеттім. Звондаймын, телефонды алмайды уже. Звондасам, біреудің қарызы звондап отыр, болмаса қарыз сұрайды деп менің телефон алмайды. Әлі күнге дейін араласпайтын адамдар бар, әрине, өте көп. Бірақ олар бірте-бірте жаңағыдай қалыпқа келтіремін деген ойдамын. Олардың іс-әрекет бұрын тәуелділікте жүрген кезде мен сөзім мен іс-әрекетім сәйкес келмесе, қазіргі таңда мен алдын ала ешкімге уәде бермеймін. Еш нәрсе жаңағыдай асылық айтпаймын. Әйтеуір сөзім мен іс-әрекетімді сай келтіруге тырысамын да. Сол іс-әрекетімнен менің сенімім келеді деп ойлаймын да. Ол 2 жылда келе ма, 5 жылда келе ма, білмеймін да. Әйтеуір соған тырысып жатырмын қазіргі таңда. Бірте-бірте дейсің. Бірте-бірте. Жалпы өзіңді тоқтатуға тырысқан сәттер болды ма? Осы ойнап жүрген іс болды, қойдым деп осылай өз-өзіне уәде беріп, айналана уәде беріп былай келгенде. Өте көп болды. Өзімді тырысуға бір 3-4 моменттер болды, қоям болды деген сияқты. Ал былай уәде бергенін мен санын білмеймін даже. Досыма, көрші болсын, көрші братандар болсын, жаңағыдай да, енді жаны ашитын адамдар. Өзім ағайым бар деген сияқты. Ал үйдегілерге күнде беріп отырмын уәде. Болды, қоямын, күн. Мысалы, келем, уже күтте бір болым ашылды ма, күтте қарызым жауап берді ма, болды, қоям. Сол момент қарызым жауап берсе, қайта ойнап кетем. Бірақ өзім шынайы ниетте қойғым келген сәттер болды, әрине. Әрі кетсе, атселі бір ай ма сондай өз-өзімді ұстаймын. Бірақ бір какой-то бір нелер, напряжениелер келеді да маған сырттан. Қарыздарын сұрақ болады. Бірақ қарыздарын басқаша шешуге болады ғой, жаңағыдай сөйлесіп та. Бірақ мен баяғы әдіске салам да. Қарызбен жауап. Қарызбен жауам, жеңіл ақша жеңіл жолмен жауап тастаймын деген сияқты. Қайтып солай айналып кете береді да. На самом деле былыққа батып жатырмын да. Өте көп болды ондай ситуациялар жалпы. Мысалы, болады қойдым дейді, бір адамдар жүреді ғой. Қоямын расымен, бірақ әлде санасында бәрі тұра ма, мен қалай оғанда да қолына қомақ тағаш түссе, осымен қайтарып тастаймын деген. Қалай көресің өзің? Әрине енді мен біреу үшін жауап бере алмаймын, бірақ өз басымнан өткенді айтайын да. Мен де қойдым деп жүрдім, бірақ мен ондай нелерге өз басым, көзім жетті да өз басым ондай нәрселерге сенбеймін. Өйткені мен қоюға тырыстым, жаңағыдай бір ай жүрдім, жаңағыдай бәріне уәде бердім, жақсы жұмыста жасадым мысалда, қайта ойнап кетем да. Бұл жолдан енді тек арылу, жаңағыдай ары қарай таза өмір сүру. Енді кейбір адамдар бар да, енді сыйлау өлесімен қойып кетеді. Кейбір адамдардың тәуелділікке келіп, сыйлау өлесі жоғалып кетеді да. Сол үшін мен өз басым ұсынар едім да емделу оңалту орталықтарына. Әрине менің көзімді ашқан, көзімді көргізген, құлағымды естірткен осындай емделу оңалту орталықтар. Кейбір моменттерде өкінем, неге ертерек осындай жерге бармадым, алдын ала алмадым деген сияқты. Бірақ әрине өткен іске өкініш жоқ, ертегесі жоқ деген сияқты. Қазіргі таңда сондай нәрселерді ұсынамын да мен. Сол нәрселерден егер де сол нәрсені өтіп шынайы ниетте емделіп шықса, ол адамның көз қарасы 100%-ке өзгереді деп айта аламын мен. Өйткені өз басымнан өтті да. Ал жаңағыдай қойдым мен деген адамдарға сенбеймін. Қазіргі таңда маған адамдар хабарласады, жаңағыдай кейбір ата-аналар бар, мысалы, балдарын әкелгісі келеді, балам қойды деп жүр, деп бірақ 2-3 айдан кейін обратно хабарласып тұрады да. Осындай қарызға кіріп кетті деп ше. Сол үшін мен ондай адамдарға сенбеймін да. Енді жұмбақ болмаса, енді жалпы қанша қарыз болды жалпы есептегенде жобамен есептегенде жалпы қазіргі таңда менің 60 миллионға жуық қарызым бар. 60 миллион. Общий енді задание бойынша
ущерб деген задание бар. Сол заданияны жазған кезде барлығын енді ұтқаным бар, ұтқан кезде де мен ақшам болып есептеледі ол. Сол барлық задание есептеген кезде 270 миллион ақша жіберген екем. Осы ойынға, осы тәуелділікке жаңағыдай. Енді мен өзім ойлаймын да, енді менің қиялым ғой, иллюзиям ғой, бұндай жолға түспеген кезде жаңағыдай 270 миллионға битер едім, сөйтер едім деген сияқты да. На самом деле енді осындай болды енді. Әрине оған тоже өкініш жоқ. Ой, маза бермейді дейсің ғой, иә? Бірақ енді ойнап жүрген сәтке қарағанда ойын енді одағыдай маза бермейтін емес шығар, енді басқаша ойлайсың қанша дегенмен. Ол кезде қаржы жатқызбайды, қазір енді қанша дегенмен. Мен көзім енді жетті. Оған дейін мен ойынға жүрген кезде барлық проблеманың бәрі ақшада деп ойлайтын едім. Мен ақшам болса бүйтем, сөйтем деп. На самом деле ол емес та. Менен де көп сумма ұтылған адамдар, 1 миллиард бар қаржы адамдар жатты да қасымда да. Көрдім да, адам ақша үшін ойнамайды екен никогда. Бір жетпейтін қажеттіліктер үшін ойнайды да. Мен мысалы өз басым үйден жылулық ала алмадым. Жаңағыдай интернатта оқыдым, былай оқыдым. Жаңағыдай біреудің ата-аналарына қызығатын едім мен. Әкем қатты кісі болды да. Әкем бір құшақтап, екеуміз дос ретінде әңгіме, диалект дейді ғой, сондай құра алмайтын едік. Әңгіме айта алмаймын мен. Как будто әкем айтса, мен жоқ деп дейтін сияқты. Через анам арқылы сұранам да. Сол әкемнің жылулығы жетіспейді деп айта аламын мен. Өзім тоже зерттедім ғой задание барысында. Сол үшін енді әке шешеме де, әкеме де реніштер жоқ әрине. Бірақ қазіргі таңдағы қоғам дерті болғасын, ата-аналар бар, осындай тәуел жандар болмаса жаңағыдай жолықпасын деп, осындай ауруға жолықпасын деген үшін жаңағыдай баламен тығыз қарым-қатынаста болған қалаймын да. Дос ретінде қалай болып жатыр. Қазіргі таңда мен әкеммен ол нәрселер енді қателіктер өткесін өзімді көргеннен кейін қазіргі таңда әйтеуір Аллаға шүкір әкеммен дос ретінде, ол менен ақыл сұрайтын кездер болады, мен оған айтамын. Қазір жақсы қарым-қатынас құрып келе жатырмын да. Сол қарым-қатынасты дальше тоқтатпай, ең бірінші первый очередь ата-анамның разылығын алғым келеді да. Осы уақытқа дейін қаншама рет оларды жылаттым, қаншама рет кіші балдардың алдында кешірім сұраттым. Болмайтын, әкем өзі айтатын да, мына боқ бар балдардың алдында мен кешірім сұрадым деген сияқты да. Сол әке-шешем ең біріншісі, мен сенім түсіндім да, мен мына тәуелділікке келгелі қасымда ең соңында қалатын мен әке-шешемді шырылдап қалатын. Қалған жолдағы дос, родной деген барлық жолда қалады. Сол үшін первый очередь мен ең басты мақсаттарымның бірі әке-шешемнің сенімін қайтаруды. Бауырларым, әке-шешем. Қалғаны жолшыбай өзі келеді деген ойдамын. Ең бірінші әке-шешемді разы алсам, қалғандарды барлығы көреді деп ойлаймын да. Айналам бар. Рахмет. Жалпы жаңа сіздердің 16 орталығы қалай жұмыстанады, жұмысы қалай, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Жұмыс барысын айтып өтейін. Енді бізде реабилитационный центр. Ең бірінші мен реабилитационный центр жұмыс емделіп шыққаннан кейін енді сол жерде сол тәуелдіктен арылған адамдар жұмыс жасайды. Тәуелді адамды тәуелді адам түсінеді. Игроманды игроман түсінеді деген сияқты, наркоманды наркоман түсінеді деген сияқты. Егер де мен программаның тілімен игроман болып сіздерге сөйлесем, оны түсінбеу мүмкінсіздер да. Олардың қандай жолда, қандай қиындықтар өткені бір-біріне ұқсайды да. Қандай алдағаны, жаңағыдай қандай ойнағаны, бірдей ойындар ойнайды деген сияқты. Сол адамдар жұмыс жасайды. Одан кейін психологтар жұмыс жасайды. Бізде жатып емделеді, жабық жерде, минимум 4 ай, полный курс 6 ай. Бізде 12 қадам бағдарламасы, 12 шагов деген программа бар. Ол қателеспесем 1932 жылы Америкада шыққан, әлі бір ғасыр болмаған. Ол Қазақстанға 2000 жылдар келген. Сол 12 шагов бағдарламасы арқылы, осы заданиялар жазу арқылы өзін көреді. Адам егерде өз-өзін тәуелді екенін мойындаса, ары қарай өмір сүру оңайда оғанда. Өзін егерде ең бірінші өз-өзіне мойындамаса, қалғандарына ешкімге мойындамайды. Сол үшін бізде жатып емделеді, 4 мезгіл тамағы бар. Психолог, аддиктологтермен жұмыс жасайды, постоянно задание жазады. Таңертең тұрғаннан бастап сағат кешкі 12-ге дейін өзінің болған ситуацияларын күнделікке жазады. Таңертең осындай
таңертең тұрады ұйқыдан, мақсат қояды өздеріне. Ең бірінші первый очередь мақсат дұрыс қойып білу керек та. Тәуелді емес адамдардың өзі де қазіргі таңда мақсат қойып, сол мақсатқа жеткеннен кейін тәуелді болып жатқан жандар бар да. Сол үшін первый очередь біздің басты мақсатымыз мақсат қою, бұрынғы жасаған қателіктерімізді өзімізге көрсету, сол нәрселерді қайталамау. Былайша айтқан кезде таза өмірге бағыт бағдар береміз да. Ары қарай сол емделіп шыққан резидент пациентті ары қарай алып кетуіне өзіне байланысты. Кейбіреулері бізден гарантия сұрайды. Ол гарантия сұрайтындай техника емес қой, мотор алып мотор салып тастайтын деген сияқты да. Сол үшін бағыт бағдар береді, ары қарай біз граница береміз, шектеу қоямыз да. Әлі күнге дейін менде шектеулер бар, мысалы. Жаңағыдай ішіп шегетін жерге бармаймын, караоке барларға бармаймын, тойға бармаймын, мысалы жақындарым болмаса арасында бір тойларға барамын да. Енді сондай нәрселер, мысалы емделіп шыққаннан кейін 3 ай Инстаграм социумға кірген жоқпын, мысалы Инстаграмға кірген жоқпын, Телеграм деген нәрсеге кірмеймін, тиктокқа кірген жоқпын. Соның барлығын постепенно уақыт өте келе сол границаларды шешу арқылы өзімді сақтауым ғой. Первый очередь өзім сақтасам, ары қарай таза жүремін да. Ешкім, мысалы үйдегілер болмаса ата-анам мен үшін еш нәрсе жасамайды ғой. Өзім ол жолдан айырылуым керек та. Сол үшін таза жүруім үшін ең бірінші первый очередь границаларымды сақтаймын да. Сондай нәрселер қояды. Әрине ары қарай қазір біздің орталықта емделіп шығып тазалықта жүрген жандар көп та. Мысалы қаншама адам, жаңағыда айттым ғой, мен мысалы депутаттар бар, ол жақта емделген, мен қасымда емделген да. Кішкентай 13 жасар бала болды, мысалы қасымда емделген. Сол бұл тәуелділік, жыныс, мамандық жасталғамайды да. Әйел адамдар да бар қаншама, мысалы декретте отырып жаңағыдай қолы босап кіріп кеткен, енді сонда қарызға кіріп кеткен. Былайша айтқан кезде енді қоғамның дерті ғой. Сол бізде реабилитационный центрде бәрі ойлайды да. Мен де басында ойлағам, реабилитационный центр киноларда көремін ғой, енді спортсмендер барады, аяғы сынып қалады, қайтып келіп жаңағыдай киноларда болады ғой. Сондай деп ойлағам. Болмаса жаңағыдай укол салып тастайды, псих болып кетемін деген сияқты. На самом деле олай емес. Ата-аналар жаңағыдай жұрттар айтады ғой, мен балам псих қылып салмайсыңдар ма деген сияқты. На самом деле олай емес, мен өз көзіммен көрдім. Чисто психологически да, задание арқылы өзіңіз жеңіп шығады. Мысалы ес білгеннен бастап осы жасына дейін, мысалы 40 жасына дейін қанша уақытқа дейін ойнады, болмаса ішті, болмаса шекті деген сияқты сол заданияларды тапсырып. Мысалы кризис заданияларды айтып өтейін. Мысалы кризис бар, ол жақта плюс-минус, отрицание, иллюзия, бесселие деген сияқты, неуправляемость деген сияқты неше түрлі заданиялар бар. Біз мысалы тәуелді адамның барлығы қиялдап өмір сүреді, иллюзиямен өмір сүреді. Ал мысалы тәуелділігі жоқ адамдардың өзінде былайша айтқан кезде өзіңде қиялдайсың, дұрыс па? Мысалы осы айлық түссе, осыны мына жаққа жұмсаймын, ананы бүйтем, сөйтем деген сияқты. Ал бірақ сен факт оны ол айлық түскеннен кейін қай жаққа кететінін білмейсің. Оған дейін сен иллюзиямен атып қиялдап тастайсың да. Ал тәуелді адамдар оны екі есе да. Мысалы қазір мен осы ақшамен 10 000 теңгемен кірдім ба, джекпот жарып тастайым болды. Осындай қарыздарым жоқ тастайым, тік сөйтіп ойнап жүре береді. Сол үшін сол заданияларды өзің көру үшін, егер де осы программаның барлығын өтіп түсініп шықса, адам өзі сыртқа шыққан кезде де қай жерде де өтірік айтып жатыр, қай жерде иллюзия қиялдап жатыр, барлығын көреді. Сол өзін көру үшін арналған программада бұл тәуелді жандарды. Әрине кейбір айтады емі жоқ деп, кейбірлер айтады ғой, әрине бұның емі бар да. Сол үшін тәуелді адамға ең бірінші первый очередь изоляция керек. Біздің қысқаша жаңағыдай айтып өткендей, реабилитационный центр сондай жер. Барлығы ойлайды да, андай жабық жер, түрме зона сияқты деген сияқты. На самом деле ондай емес. Енді жаңа айтып жатсың ғой, белгілі бір шектеулер бар, әлеуметтік желіге кірмейді деп ше. Осының ішінде саған ең қиынға соққаны не нәрсе емделу барысында? Емделу барысында әрине телефон ол жақта ұстатпайды. Емделіп шыққаннан кейін, емделіп мысалы 6 ай бойы 7 ай көлемінде емделдім, ол жақта телефон ұстатпайды, аптасына 1 рет звонок береді. Емделіп шыққаннан кейін 1 ай көлемінде телефонсыз жүрдім мен. Өзім тазалығым үшін да. Мен телефон алып, телефон қосатын болсам, қарыз адамдар звондайды маған. Первый очередь. Қайдасың, қай жаққа жоғалып кеттің? Мен личный напряжение аламын сырттан. Уже мені ойлап қайтып ойынға кетіп қалуым мүмкін да.
сол үшін границалар сол үшін сақталады. Қиынға соққан менде ондай көп нәрсе болған жоқ, әрине. Осы емделіп шыққаннан кейін өзім жаңағыдай интернеттік желіге шығам деген кезде менде асығыс болды. Жаңағыдай Инстаграм қиынға соқты да. Бірақ әрине барлығын сақтадым, уақытылы шектеуімді аштым ары қарай. Егерде іштегі алдаки аққан предыдущий дейді, мысалы менің алдымда бұрын емделген консультанттар, бастықтарым айтты да, если тазалықта қалғың келсе, барынша сақта деп. Мысалы бізде емделетін орталықта емделгендер болса, ол статистика бойынша мысалы 4-тен 1 тазалықта қалады. Сол үшін бізге айтатын еді, осы тазалықта қалғың келсе, барынша сақтан деп. Ал кейбір адамдар бар, мысалы да поверхность өтіп кетеді, іште жүреді, бәрі жақсы деп маскамен өтіп кетеді, сыртқа шығып срывқа кетіп қалып, қайтып емделуге келіп қалған адамдар бар да. Сол үшін барлық шынайы ниетпен емделіп, сол барлық нені границаны сақтап жүрмін. Әзірге көп әлі граница шектеулер. Әрине ол первый очередь өзім үшін да, тазалықта қалу үшін. Емделіп қарызынан толық құтылып шыққандар бар ма? Естуім ондай. Емделіп барлық қарыздарынан толыққанды құтылып шықты деген. Әрине бар. Қазір таңда мысалы мен айта аламын, толыққанды құтылды деп. Алматыда емделген менің бастығым, тоже реабилитационный бастығы, қазіргі таңда барлық қарызынан құтылды. Ол 1 миллиард ушерб жіберген кісі, қазіргі таңда 9 жылға жақын тазалығы бар. Әрине таза еңбекпен, өзінің еңбегімен жапқанда 9 жылда құтылған ба? 9 жылдың ішінде құтылып, жаңағыдай енді ушерб қол жіберген қарызы енді қаншаға болған білмеймін, 250 миллион ба сондай қарыз болған. Оның алдында өзінің жинақтарын ұтылып, сол барлық қарыздарын құтылып, қазір тазалықта жүр. Әрине мен көзім жетеді, если адам таза жүрсе, шынайы ниетте табыс тапса, барлығынан құтылады деген үміттемін. Осы ойында ойнап жүрген адамдарға қазіргі таңда не айтар едің өзің? Қазіргі таңда енді мен айтарым, енді жоламау керек ондай нәрсеге, первый очередь, оны ұтқан адам жоқ. Бұл өмірде ұтқан адам жоқ. Қанша миллион ұтып, осындай миллионға жетсем, қоям деген адамдарды көрдім, бірақ әрине ол қойған жоқ. Менде де өзімде осындай ақша жетсем қоям деп, ары қарай қойылған жоқпын да. Егерде біз ұтып жаңағыдай бір нәрсе шығатын болса, бізге шығу керек дейді сол нәрселерді. Әрине бұны жеңген адам жоқ. Көбісі айтады, енді бұл нәрсені жаптырып тастау керек деп, бұл нәрселер біздің қолымыздан келмейді әрине, жоғары басшылықтардың арқасында деген сияқты. Ол нәрсені жабу да өте қиын деп ойлаймын. Сол үшін алдын алу мақсатында осындай нәрселерге жоламас үшін жаңағыдай профилактикалық жұмыстар жүргізіп, алдын алу жұмыстарын көп жүргізу керек деп ойлаймын. Жалпы енді бұл ойын құмарлық енді әдет дейді, енді сен проблема екенін қай уақытта түсіндің, бұл әдет емес, яғни бұл сен үшін проблема екенін басына тиіп. Басыма тиген мен емделу оңалту орталығына барғанша мен мойындаған жоқ. Сол кезде ғана емделу оңалту орталығына барған кезде 1 ай жарым, 2 ай деген кезде мен қолымды көтердім, болды. Действительно мен аурумын деп ше. Ал оған дейін менде гордыня жібермейді. Мысалы көшеде көріп енді біреулер әзілдеп сен игромансың десе, мен обратно қарсы шығатын едім да. Сен ақшаңа ойнап отырсың ба? Не айтып тұрсың? Мен қоятын кезде қоям деген сияқты да. Бірақ емделу оңалту орталығына барғаннан кейін өзімді көріп бастадым мен. Шынайы мен ауру екенмін ғой деп. Ал оған дейін мен әке-шешем айтса да, енді бауырларым айтса да, мен мойындамайтын едім да. Қабылдамаймын. То есть игроман екенін біліп тұрсам да, олар білсе де мен қабылдамаймын да. Ой, жоқ, өзім қойып кетемін деген сияқты да. Біреулермен салыстырамын, жаңағыдай өзі қойып кетті ғой деген сияқты да. Одан қарағанда қарызым аз ғой деген сияқты. Анау сияқты үйін сатқан жоқпын. На самом деле сондай суммалар жібердім ғой мен. Анау сияқты майшамды залыққа салған жоқпын деген сияқты салыстыруға көп болды да менде. Енді қаншалықты мінез-құлқына әсер етті осы нәрсе? Сен мінез-құлқын қандай өзінің бойында жоқ қасиеттер пайда болып, жаңағы неден бөлек, мысалы ашушаңдық болуы мүмкін, сен адамдар алдаудан сеніміне кіруі бар, басқа ашушаңдықтан бөлек, басқа да қандай? Мен жабылып қалдым. Тұйықталып. Тұйықталып.
қараңғы бөлмені жақсы көремін, өзім жалғыз қалғанды жақсы көремін, ешкімге ашыла алмаймын. Оған дейін осы ойынға жоламас бұрын мен позитивный адам болдым да. Жаңағыдай әркім біреумен араласам, әңгіме айта аламын, біреумен диалог құра аламын. Ал мен полный осы тәуелдікке келіп бастағаннан кейін уже менде полностью жабылып қалдым. Еш жағынан да еш нәрсеге жалайын жоқ, тренировка жасағым келмейді. Өз-өзімді жеп тастадым ғой, былайша айтқан кезде өзімді полный тығырыққа тіреп тастадым. Ешкімге айта алмаймын, еш нәрсемді ішімдегін барлығын ішіме сақтап жүрдім да. Бәрі ішінде болды дейсің ғой. Жабылып қалдым полностью. Сөйтіп емделгеннен кейін енді сезімдердің барлықтарын жібіттім да. Ең ауыр сәт есінде қалған осы. Ойында жүрген кезде ма? Ойында жүрген ең ауыр сәт бір болады ғой. Дынома, түбім мен. Сондай бір. Мен түбім өте дынолар көп болды. Ең соңғы дыномды айтайын енді. Мен ойынға әке шешемді сатқан адаммын деп айтамын да адамдарға. Неге десең, есі дұрыс адам әке шешесін ұрмайды да, қарсы шықпайды. Ең соңында осы армиядан келгеннен кейін үйдегілермен ойнап тоже ұсталып, үйдегілермен қарсы шықтым. Ең бірінші ағама қарсы шықтым. Одан кейін ағам уже қолын бір сілтеді, саған таяқ та батпайды деген сияқты. Одан кейін әкем шықты. Әкеме қол жұмсадым. Сол моментте анам мені көріп талып қалды. Сол жерде даже мен анам айтқам, өтірік істемейсің, не істеп жатсың деп. Өтірік мені аяп мені алып қалу үшін ба, мен кетем по-любому деген сияқты үйден есік тарс шығып баратын да. Сол кезде кетіп баққан кезде енді ойымда андай да, бұларға дәлелдеймін деген сияқты. Кетіп баққан кезде әкем сөз ауыр дейді да маған. Темекі шегіп қарап тұр да маған. Балам дейді да, қарға баласын аппағым дейді, ата-анасын разылығын алмаған адам болмайды дейді да. Бірақ ол моментте мен қабылдаған жоқпын да, солай кетіп қалдым. Бірақ ең соңында Атырау қаласында залогқа ұсталып, мені қол аяғым сындырайын деп қалған кезде, мен баяғы кімге хабарласам, әке шешеме хабарласам. 3-4 ай хабарласпадым. Содан кейін әке шешеме хабарласып, ең соңында осы реабилитационный центрге сол Атырау қаласынан жібердім. Алматы қаласында да. Соңғы ауыр ситуациялардың бірі, әлі күнге дейін мен ойынға бір нәрсеге тияға келсе, мен сол сәтте есіме аламын. Өзімді тоқтатады да. Өйткені есі дұрыс адам, мен ойлаймын да, есі дұрыс адам әке шешесіне қарсы шықпайды. Мен бала кезде принциптарым болды, әкеме қарсы шықпаймын, әкем айтқанын тыңдаймын, боқтамаймын, ұрмаймын деген сияқты да. Біреудің ала жібін аттамаймын. Осы тәуелдікке келдім, барлық сферам жоғалтып алдым. Қазіргі принциптеріне қарсы шықтым. Принциптарын барлығын жоғалтып алдым да, құндылықтарын. Сол сәт есімде мықты қалды мен. Әлі күнге дейін мен сол сәтті есіме алсам, есіме алған кезде мен жылап аламын. Жасырмаймын оны. Сол нәрселерде мықты ауыр ситуациялардың бірі сондай болды. Бірақ менде дыно біреу емес, 2-3 рет көп ауыр дынолар бар. Бірақ ең ауыры осы болды да, кешеме. Таяқ жегенде уақыттарым болды демеге. Әрине, әке шешеммен әкем ұрып таяқ жеп жатқан кезде мен алдына қарсыласып отырып отырмын. Өлтіріп тасташы мені, өлтіріп тасташы деп ше. Таяқ батпайды маған. Жаңағыдай уже мен қабылдамаймын да. Уже мен ұрып басым жарып тастаса да отыра беремін. Өлтіріп таста, онда не істейсің? Мен сенің балам емеспін ғой деген сияқты неше түрлі скрытный манипуляцияларды лақтырамын да сөйтіп. Мен аясын деп та. Ал на самом деле мынямда былық қарыздардың бәрін жауап беріп отыр да. Мен соны түсінген жоқпын да. Сол моменттерде сөйтіп сол ситуациялардан шығып кету үшін жасаймын да мен. Болды, сол әңгіме жалғып қалсын деген сияқты. Таяқ жесем де отыра беремін бедірейіп. Не істей аласың маған деген сияқты. Өлтіріп тастал лучше деп. Үйде болмаймын, жан жақта анда-мында жүре бересің. Даже андай кейбір моменттер болды. 2-3 айлап үйге келмей, енді мен крупный қарыздар кетіп, әкеме звондамайтын, анама звондаймын бірінші. Анама звондаған кезде сөйледі да, мен даусымды естіп, жылға жіберді болды. Тірісің ба деп та. Өлі тірі екенді білген жоқпын. 3-4 ай вообще хабарласпаймын, телефон нөмір өзгертіп тастаймын, неше түрлі нөмірмен жүремін деген сияқты. Болмаса 20-50-ге қойып тастаймын телефонды. Сөйтіп ойымдатқан кездерім болды да.
сол моменттерде ауыр, мысалы туп алды да сөйлесіп тұрып тірісің ба деді да, ары қарай дым сөйлеген жоқ, жылап жатыр да ары қарай. Мен сол кезде де наоборот сол анамды жұбатудың орнына мен наоборот оған айтып отырмын да, өтірік жыламашы деген сияқты да. Сондай тәуелділік сондай жолға апарды да мен. Уақытты кері айналдырса өзгертетін нәрселер көп дейсің ғой, былайша айтқанда. Әрине, өте көп. Уақытты кері айналдыратын болса, мен арасында енді адам қиялмен өмір сүру, қиялдап тұру керек дейді ғой енді. Сол қиялдасам мен обратно 5-6 жылға обратно қайтарсам, мен өмірімді басқаша қылар едім деген сияқты өзім қиялдарым бар да. Әрине ол уақыттарды кейін қайтара алмаймыз ғой. Алдына бүгін енді осы 16 орталығындасың, жақындарың келген уақыттары болды ма? Емделейін деп едім, осындай таныс, жақын, араласатын адамдар. Бірақ әлде оларды сенің алдына баруға намыстап жібермей ме? Қалай ойлайсың? Өте көп адамдар хабарласады, бірақ менен ұялады да. Мен айтам, осы уақытқа дейін нәрселердің барлығын жасадың ғой. Жасаған кезде ұялдың ба? Енді неге ұяласың? Мен сені ертең емделіп шыққаннан кейін анау игроман болмаса көшеден көріп алып сен наркомансың деп ертең айтпаймын ғой деп айтам. Бірақ осы өзімнің туған жерімнен де жаңағыдай бауырларым, достарым, жақын жандар хабарласады. Бірақ келуге көкірек жібермейді да. Өте көп ондай адамдар. Келем дейді да, жаңағыдай келмей қалады. Айтылады қалады дейсің ғой. Иә. Ендеше бүгінгі сұхбатымызды осы арадан түйіндесек, бір-екі ауыз осы біздің көрермендерге, замандастарына, құрдастарына, енді ағаларың да бар, осы жолда жүрген соларға, түспегендерге бір-екі ауыз ақылыңды айтып жіберсең. Рахмет барлықтарыңызға. Енді бұндай енді өз басым мен емделіп шыққаннан кейін бұл ауру, енді мен ауру деп қабылдаймын, әрине қоғам дерті болғасын, бұл ауруды жауыма да тілемеймін. Әрине бұндай аурудың беті әрмен болсын, ешкім жоламасын. Барлығымыз осындай емделіп шығып атқан адамдар, жаңағыдай өзім сияқты азаматшалар бар, сол адамдарды көріп, кейбір адамдарға көмектесер, болмаса осындай профилактикалық сабақтар жүргізіп жатыр, сол нәрселерді сабақ қылып, бұндай нәрсеге жоламауларыңызды сұраймын. Әрине бұл адамның басына түспесін, мықты аурулардың бірі. Бұл ауруды жеңу де қиын адамды. Қайта тұрып сүрініп қайта тұрған адам мықты дейді ғой, әрине. Сөйтіп егерде көп адамдар бұл неге шалдығып өз-өзіне қол жұмсап жатқан адамдар бар. Сол үшін бұл ауруға жақындамауларыңызды сұраймын. Қасыңыздағы жандарыңыз болса, жақын жандарыңыз болса, қазір емделу оңалту орталықтары әрине көп қой. Көмекке жүгіну керек. Көмекке жүгіну ол әрине ұят емес, сол ерлік деп қабылдаймын өзім. Сол үшін ауруын жасырған өледі дейді ғой. Ең басында басталып келе жатқан кезде осындай мамандарға жүгініп алдын алу керек. Әрине жаңағыдай ұят деген нәрсе, қазақ десе әрине өзімізге тиеді. Қазақ ұят деген нәрсе құртады қазақты, әрине құда жекжат, жаңағыдай бауырлар деген сияқты ауруын жасырып ең соңында былыққа батырғаннан кейін, болар іс болғаннан кейін өкініп отырамыз да. Әрине сол үшін алдын ала осы нелерді алдын алу керек деп айтам. Рахмет. Алтын уақытымызды бөліп келгеніңізге, арнайы ауылға ат басын бұрғаны рахмет. Жұмыстарыңыз жандана берсін дегім білет. Әмин. Тек бар арман мақсаттарыңызға жетуіңізге шын тілектеспіз. Рахмет. Сізге де осылай шақырып жатқаныңызға көп.